Сәлем достар, сіздермен Ақнұр. Бүгін біз небәрі 2 заттан қолдың осындай өте дәмді әрі тойымды сырын жасайтын боламыз. Бұл сырды жасауға көп уақытыңызда кетпейді. Әсіресе ауылдан анашым көп сүт беріп жүрген кезде мен жиі осы сырды жасап қоямын. Себебі сатып алғаннан гөрі қолдан жасаған тиімдірек әрі жасауы оп-оңай. Дәл осы сырдың түрін жасау үшін бізге творог пен сүт қажет болады. Мендегі Аян фирмасының творогы 500 граммдық 5% және нәтиже фирмасының сүті. Міндетті түрде негізі сүт пен айран табиғи болғаны дұрыс. Сонда ғана біздің сырымыз өте дәмді әрі жақсы шығатын болады. 500 грамм творогқа 500 мл сүт құямын. Егер сізде 1 кг творог болса, 1000 мл сүт құясыз. Міндетті түрде сүт пен творогтың көлемі бірдей болуы керек. Енді осы творог пен сүтті пешке қоямын. Пештің қызуы менде орташа қызуда тұр. Енді араластырамын. Әбден біздің творогымыз бен сүтіміз араласып, сүт творогпен бірге іріп, бетіне көк суы шыға бастағанша мен тоқтатпай араластырамын. Міне қарасаңыздар, біздің творогымыздың бетіне көк суы шығып, дайын болып қалды. Міндетті түрде тоқтатпай араластырып тұру керек. Шамамен 3 минуттай араластырды. Міне біздің творогымыз дайын болған сияқты. Мінеки мен творогымды тым қатты қайнатып жіберген жоқпын. Толығымен көк суы бетіне шыққан сияқты көріп тұрсаңыздар. Енді осы дайын болған творогты арнайы ситамен, яғни сүзгішпен сүзіп аламын. Толықтай артық суы кеткенше шамамен 1-2 минутқа қойып қоятын боламын. Творогым шамамен 2 минуттай тұрды. Енді арнайы ыдысқа салып, дәміне қарай тұз себемін және ас содасын себемін. Жарты шай қасықтан ас содасы асып кетпеген дұрыс, себебі біздің сырымыздан ас содасының дәмі білініп тұрады. Творогыңыз бен ас содасы реакцияға түсіп, творогыңыз кішкене бұлжырап, еріп жатқан сияқты болады. Бұл қалыпты жағдай. Жақсылап араластырамыз. Енді пештің астын қосамыз және орташа отқа осы творогымызды қоямыз да, пештің қызуымен тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Біздің творогымыз балқып, ери бастайды. Бұл қалыпты жағдай, осылай бізде сыр пайда болады. Міндетті түрде тоқтатпай біздің творогымыз соңына дейін балқығанша араластырамыз. Міне видеода көріп тұрсаңыздар, бізде уже сыр дайын болып келе жатыр. Міне менің қасығыма жабысып, жаңағы творогым созылып жатыр. Егер сіздің ыдысыңыздың асты күйіп жатса, бұл қалыпты жағдай. Сол себепті ыдысымызға сыр көп болып жабысып қалмас үшін тоқтатпай араластырып тұру қажет. Дәл осылай массаға жету үшін менде шамамен 3-4 минут уақыт кетті. Мінеки менде уже сыр дайын болып келе жатыр. Енді пештің астын сөндіремін. Пештің астын сөндірген соң, жаңағы дайын болып қалған сырыма сары май қосамын. Не құрылым сары май көп қоссаңыз, сол құрылым сырыңыз майлы болады. Енді осы сары майды қосып, сыр мен сары майды жақсылап араластырамын. Біздің сырымызда кішкентай түйіршіктер болуы мүмкін. Бұл сыр толықтай кепкен кезде кетіп қалады. Мінеки осымен сыр мен сары майды жақсылап араластырдым. Енді арнайы формаға сары май жағып алдым. Сізде қандай форма, сондай сырыңызда пішін болатын болады. Енді сырымды арнайы ыдысқа саламын және бетін қапшықпен жауып қоямын да, толықтай суығанша бөлме температурасына қойып қоямыз. Сыр міндетті түрде толықтай суып, қатуы керек. Толық суыған сырды бірден дәмін тата берсеңіз болады, немесе әрі қарай холодильникке салып қойсаңыз болады. Осымен біздің өте дәмді, әрі тойымды, небәрі 2 заттан жасалатын сырымыз дайын. Сіздерге міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Және ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.